Ертеде Ермек атты кішкентай бала болды. Ол өте қызық құмар еді және жаңа нәрселерді білуді жақсы көретін. Бір күні таңертең анасы айтты: «Ермек, бүгін біз нан пісіреміз. Маған көмектескің келе ме?» Ермек қуана келісті. Ол үнемі анасының ас үйдегі іс-әрекетін қызыға бақылап, енді өзі нағыз кішкентай наубайшы болуға мүмкіндік алды. Анасы Ермектің алдына үлкен ыдысқа ұн қойды. «Алдымен ұнды сумен араластырып бастаймыз. Бұл біздің қамыр дайындаудағы алғашқы қадамымыз болады», деді анасы. Ермек ұнға өз кішкентай қолдарын абайлап батырды. Ол ұнның жұмсақ әрі жеңіл екенін сезді, бұл сияқты. Бала ұнның текстурасынан ләззат алып, саусақтарымен ұнды ақырын араластыра бастады. Ұн сондай нәзік және жұмсақ болғандықтан Ермек күлімсіреді. «Анашым, ұн сондай жұмсақ екен. Қар сияқты», деп Ермек таңданып, қарапайым нәрсенің осындай таңғажайып болатынына таңырқады. «Иә, Ермек, ұн шын мәнінде сиқырлы», деп анасы жымиып жауап берді. «Сен су қосып араластырған кезде оның өзгергенін көресің. Ол жұмсақ және икемді қамырға айналады». Ермек ыдысқа аздап су құйып, ұнды араластыра бастады. Ол ұнның барған сайын қоюланып жатқанын байқады. Бала қоспаны араластыруды жалғастырып, ұн мен судың бірігіп, қамырға айналып жатқанын сезді. Бұл өте қызықты болды. «Анашым, қарашы. Ұн қамырға айналып барады. Бұл нағыз сиқыр ғой», деп Ермек қуанышпен айтты. «Иә, жаным, бұл шын мәнінде сиқыр сияқты», деді анасы. Ас әзірлеу кезінде қарапайым ингредиенттер жаңа әрі таңғажайып нәрсеге айнала алады. Барлығы сенің оған қалай қарайтыныңа байланысты. Егер сен оны қуанышпен жасасаң, нәтиже әрқашан сиқырлы болады. Ермек қамырды араластыра берді. Оның қолында қамырдың бірте-бірте жұмсақ әрі икемді болып жатқанын сезді. Ол қамырдың қалай өзгеріп, барған сайын серпімді бола бастағанын бақылап, өзін керемет нәрсе жасап жатқандай сезінді. Өз қолыңмен жаңа нәрсе жасаудың нағыз ғажайып екенін түсінді. Қамыр дайын болған кезде, анасы оны табаға салып, пешке қойды. Ермек нанның пісіп шығуын асыға күтті. Ас үйді жайлаған хош иіске қуана құлақ түрді. Нан піскенде анасы оны пештен шығарды. Ермек өз қолымен пісірген алғашқы нанға мақтанышпен қарады. Нан алтын түсті, жұмсақ және жаңа піскен әрі тәбет ашатын хош иіс болды. «Анашым, біз мұны бірге жасағанымызға өте қуаныштымын», деп Ермек сол сәтті рахаттана сезінді. «Сен керемет жұмыс жасадың, Ермек», деп анасы баласын құшақтады. Тамақ дайындау тек жұмыс емес, сонымен қатар жаңа нәрсені ашудың қуанышы. Өз қолыңмен бірдеңе жасағанда, ол саған да, айналаңдағыларға да көп қуаныш әкеледі. Содан бері Ермек күн сайын анасынан асханада көмектесуді сұрай бастады. Ол ас үйдің таңғажайып жаңалықтар ашатын және жаңа нәрсе жасаудан қуаныш алатын орын екенін түсінді. Тіпті қарапайым ұн араластыру процесі оған сиқырлы болып көрінді және ол әр сәттен ләззат алып, таңырқай бастады. Қарапайым әрекеттер мен нәрселерде қуаныш пен таңдану жасырылған. Өз қолыңмен бірдеңе жасаған кезде, сен әлемді ашып, әр сәттен ләззат алып, оны сиқырға айналдыруды үйренесің.